Егер сізге мемлекет атынан отан үшін жүздеген жазықсыз адамдарды өлтір десе, не істер едіңіз? Көпшілігіміз бұл мүмкін емес, немесе тек фильмдерде ғана болады деп ойлайтын едік. Бірақ 1987 жылы тура осындай бұйрық алған 22 жастағы бойжеткен іске ойланбастан кірісті. Ол өзінің сұлу жүзі мен жасанды күлкінің артында заманауи тарихтағы ең қауіпті қаруды жасырды. Ол бойжеткеннің есімі Ким Хён Хи еді. 1987 жылдың 29 қарашасы. Ирак астанасы Бағдадтан ұшып шығып, Абу-Даби арқылы Сеулге бағыт алған Korean Air авиакомпаниясының 858 рейсі Үнді мұхитының, нақтырақ айтқанда Андаман теңізінің үстіне келгенде радардан кілт жоғалды. 10 000 метр биіктікте ұшып бара жатқан алып Boeing 707 лайнері ешқандай сос сигналын беріп үлгерген жоқ. Борттағы 115 жолаушы басым бөлігі таяу шығыста ауыр жұмыста жүріп, отбасына сағынышпен қайтып бара жатқан қарапайым корей жұмысшылары еді. Олар үйлеріне жете алмады. Олар әуеде тірідей күлге айналып, мұхит түбіне кетті. Бүкіл әлем бұл оқиғаны кездейсоқ апат немесе техниканың ескіруінен болды деп ойлады. Оңтүстік Корея билігі де алғашқы күндері есеңгіреп не болғанын түсінбей қалды. Бірақ апаттан кейін 2-ақ күн өткенде Бахрейн халықаралық әуежайында халықаралық деңгейдегі үлкен детективтің шеті шықты. Шекаралық бақылаудан өтуге тырысқан 2 жапон туристі ұсталды. Олар егде жастағы ер адам және оның жап-жас сұлу қызы еді. Алайда олардың қолдарына кісен түскен сәтте оқиға Голливуд триллерінен де асып түсті. Төлқұжаттарының жалған екені ашкереленген сәтте егде жастағы ер адам мен жас қыз тергеушілердің көзінше сигарет тұтатады. Бұл жай ғана темекі емес еді. Солтүстік Корея барлау қызметінің арнайы агенттеріне арналған соңғы қару еді. Сүзгінің ішіне жасырылған ампуланы тістеген қарт шпион сол жерде тіл тартпай кетті. Ал 22 жасар қыз капсуланы тістеп үлгергенімен, Бахрейн детективтері оның аузынан темекіні жұлып алып, оны өлімнен аман алып қалды. Ол тірі қалды. Және оның тірі қалуы Пхеньяндағы тоталитарлық режимнің ең үлкен қателігі еді. Бұл қыз кім еді? Ол қалайша жүздеген адамдардың өмірін қиған суыққанды қанішерге айналды? Бүгін біз қара таспада осы сұмдық диверсияның барлық құпия мұрағаттарын ашып, ресми деректер негізінде ақиқатты айтамыз. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Оқиғаның анық-қанығына жету үшін біз таспаны 1988 жылдардың ортасына айналдыруымыз керек. Оңтүстік Корея халықаралық аренада үлкен жеңіске жетіп, 1988 жылғы жазғы Олимпиада ойындарын Сеулде өткізу құқығын иеленді. Бұл Солтүстік Корея үшін нағыз идеологиялық өліммен тең еді. Пхеньян жылдар бойы өз халқына оңтүстіктегі бауырларымыз аш-жалаңаш американдықтардың құлдығында өмір сүріп жатыр деп улап келген болатын. Ал Сеул Олимпиадасы бүкіл әлемге және Солтүстік Кореяның өз ішіне оңтүстіктің қаншалықты бай әрі дамыған елге айналғанын паш етер еді. Пхеньян режимі бұл Олимпиаданы құртудың, шетелдік спортшылар мен туристерді шошытып, Сеулді қауіпті аймақ етіп көрсетудің жалғыз жолын тапты. Жантүршігерлік террорлық акт. Осы құпия операцияны ұйымдастыру Солтүстік Кореяның болашақ диктаторы, сол кездегі барлау қызметінің жетекшісі Ким Чен Ирдің тікелей бақылауында болды. Оған шетелдіктер күдіктенбейтін. Кез келген әуежайдың бақылау бөлмесінен тексерістен оңай өтетін
тыңшылар керек болды. Дәл осы кезде Пхеньяндағы құпия лагерде 7 жыл бойы дайындалған Ким Хён Хи есімді жас қыздың жұлдызы жанды. Ол қылмыскер емес еді, ол жүйенің өз қолымен өсірген мінсіз қару болатын. Ким Хён Хи солтүстік Кореяның жоғарғы элитасынан шыққан еді. Әкесі сыртқы істер министрлігінде дипломат болып жұмыс істегендіктен, ол бала күннен Кубада, шетелде өсті. Сырт келбеті өте тартымды, ақылды әрі тілдерді тез меңгеретін зерек қыз Пхеньян университетінің 2-ші курсында оқып жүргенде, солтүстік Кореяның еңбек партиясының құпия бөлімінің назарына ілігеді. 1980 жылдың бір күнінде оның өмірі мәңгілікке өзгерді. Оған ешқандай таңдау берілген жоқ. Сен отан үшін қызмет етуге таңдалдың. Оны отбасынан айырып, тау ішіндегі жабық, құпия шпиондық лагерге алып кетті. 7 жыл. Дәл осынша уақыт Ким Хён Хи сыртқы әлемнен оқшауланып, арнайы базада өмір сүреді. Онымен үздік әскери нұсқаушылар жұмыс істейді. Ол түнде таулы жерлерде марш-бросок жасауды, қолмен адам өлтіруді, жарылғыш заттарды секунд ішінде құрастыруды үйренеді. Бірақ ең бастысы, оған жапон тілі мен мәдениетін мінсіз үйретті. Ол үшін Пхеньян тіпті Жапониядан ұрлап әкелінген Ли Ын Хё есімді әйелді Ким Хён Хиге жеке мұғалім етіп бекітті. Ол сырт көзге мінсіз жапон қызына айналуы тиіс еді. Оның миына күн сайын Оңтүстік Корея біздің қас жауымыз, оларды жою ұлы көшбасшының қасиетті бұйрығы деген идеология құйылды. Ким Хён Хи өз естеліктерінде былай деп жазады. Бізге бұйрықты Ким Чен Ирдің өз қолымен жазғанын айтты. Онда егер біз осы ұшақты жарып жіберсек, оңтүстіктегі олимпиада тоқтап, Корея қайта бірігеді деп жазылды. Мен сол сәтте ешқандай кінә сезінген жоқпын. Мен өзімді жүздеген адамды өлтіруге бара жатқан қанішер емес, отанымды құтқаруға аттанған қасиетті майдангер деп есептедім. Менің миым толықтай бағдарламаланған еді, дейді. Операция 1987 жылдың қарашасында басталды. Ким Хён Хи мен оның серіктесі тәжірибелі шпион Ким Сын Ир жасанды жапон төлқұжаттары мен Хачия Маюми және Хачия Шинчи есімдерін жамылып, Австрия, Белград арқылы Бағдадқа жетеді. Онда олар Korean Air авиакомпаниясының 858-ші рейсіне отырады. Олардың қол жүгінде қарапайым Panasonic радиоқабылдағышы мен ликер бөтелкесі бар еді. Бірақ бұл қарапайым техника емес еді. Тергеу материалдарына сәйкес, радионың ішіне 350 грамм С4 пластикалық жарылғыш заты және сұйық бомба жасырылған болатын. Бұл комбинация ұшақты толықтай күл-талқан ететін қару еді. Олар Абу-Дабида бомбаны самолетке тастап, өздері ұшақтан түсіп қалады. Шпиондар Бахрейн арқылы батыс Еуропаға қашпақшы болады. Бірақ Бахрейн шекарашылары олардың жасанды төлқұжаттарынан күдіктенеді. Қолға түсу сәтіндегі драма, олар тергеу бөлмесінде сигарет тұтатып, ішіндегі ампуланы тістейді. Ер адам сол жерде жан тапсырды, ал Ким Хён Хи аман қалып қалды. Оны Сеулге жеткізгенде, басында ол мен жапондықпын деп мойындамай тұрады. Бірақ оған Сеулдің дамыған, еркін өмірін көрсеткенде, солтүстік Кореяда айтылатын оңтүстік Корея кедейлікте өмір сүріп жатыр деген идеологияның өтірік екенін түсініп, жылап жібереді де бәрін бірден мойындайды. Сеулге жеткізілген алғашқы күндері Ким Хён Хи өзін Маюми есімді жапон қызы ретінде ұстап, тергеушілердің сұрақтарына тек жапон немесе Қытай тілдерінде жауап берумен болды. Ол өзін алда қорқынышты азаптаулар мен өлім күтіп тұр деп сенді. Себебі Пхеньяндағы құпия базада оған оңтүстік Кореяны дәл осылай сипаттаған еді. Алайда оңтүстік Кореяның барлау қызметі оған мүлдем күтпеген тактика қолданды. Ешқандай қысымсыз, ұрып-соғылсыз оны Сеулдің орталығына шығарып, қарапайым халықтың қалай өмір сүріп жатқанын
дүкен сөрелерінің толы екенін өз көзімен көруге мүмкіндік берді. Бұл оның өміріндегі ең қиын сәт еді. 7 жыл бойы оның миына құйылған Оңтүстік Корея аш-жалаңаш американдықтардың құлдығындағы ел деген идеология бір күнде күл-талқан болды. Ол өзінің отандық құтқарушы емес, жүйенің қолындағы қаруға айналып 115 жазықсыз адамды өлтіргенін түсінді. Психологиялық бұрылыс тергеудің 8-ші күнінде орын алды. Ол кенеттен тергеушінің алдында тізерлеп отырып, ана тілінде өкіріп жылады. «Маған кешірім жоқ, мен Солтүстік Кореяның шпионымын», деп бәрін мойындады. 1989 жылы Оңтүстік Корея соты 115 адамның өмірін қиған теракт үшін Ким Хён Хеді ең ауыр жаза өлім жазасына кесті. Құрбандардың отбасылары оның дереу дарға асылуын талап етті. Бірақ арада 1 жыл өткенде ел президенті Ротте тарихты өзгерткен ерекше шешім қабылдап, оған толық амнистия берді. Президент өз жарлығында бұл қыз қылмыскер емес, ол Ким режимінің миы уланған құрбаны. Оның тірі қалуы Солтүстік Кореяның қылмыстарын әлемге ашкерелейтін ең басты тірі айғақ деп мәлімдеді. Ким Хён Хи тірі қалды, бірақ ол ешқашан толықтай бостандыққа шыққан жоқ. Ол атын өзгертіп тұрмысқа шықса да, бүгінгі күнге дейін Оңтүстік Кореяның арнайы қызметінің қатал күзетімен жасырын өмір сүріп келеді. Себебі Пхеньян оны сатқын деп жариялап, артынан кез келген уақытта киллер жіберуі мүмкін. Ол өз елінің идеологиясы жүздеген адамдардың қалай күлге айналдырғанының және бір қыздың тағдырын қалай жүздеген жылға көрінбейтін түрмеге қамағанының тірі куәгері. Осылайша Ким Хён Хидің тарихы аяқталады. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырып каналға тіркел. Қолдауларыңызға рахмет. Сау, саламат.